Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика пәні 122 сабақ жиын тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта жиынтарды салыстыруды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырма: Әлия мен Сырымға бөлмелердегі заттарды жинастыруға көмектес. Қайсысын қайда жинауға болады? Балалардың әрбір сөреге жинағанын бір сөзбен қалай атауға болады? Мұнда ыдыстың суреті бар ма? Балалар, бірінші бөлмені жинауға көмектеспестен алдын мұнда сөрелерге назар аударайық. Қанша сөре бар? Мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6 сөре бар, е? Ал енді осы әрбір сөрені бір сөзбен қалай атауға болады? Мысалы, балалар, бірінші сөрені көліктер сөресі деп атауымызға болады. Ал екінші сөрені ойыншықтар, үшінші сөрені текшелер, төртінші сөрені кітаптар, бесінші сөрені құрастырғыштар, алтыншы сөрені топтар деп атауымызға болады. Ал енді Әлия мен Сырымға бөлмелердегі заттарды жинастыруға көмектесейік. Мұндағы кітаптарды кітаптар сөресіне, топтарды топтар сөресіне, көлікті көліктер сөресіне, осылай балалар барлық заттарды өзінің белгілеріне, ұқсастықтарына қарай белгілі орнына қойып шығамыз. Мұнда ыдыстың суреті жоқ, е балалар? Олай болса, балалар, ережені мұқият тыңдап естеріңе сақтап алыңдар. Жиын бұл ортақ белгілері, қасиеттері бойынша біріктірілген нысандардың тобы. Жиынды құруға қатысқан нысандарды оның элементтері деп атайды. Жиынның бірде-бір элементі болмаса, бос жиын деп аталады. Мысалы, балалар, мұнда төменде берілген суреттерге назар салып қарасақ, бірінші суретте бұл тең жиындар. Себебі балалар, бірінші суреттегі бірінші жиында 3 ойыншық бар, е? Қуыршақ, кубик және топ. Яғни бұл жиынды ойыншықтар жиыны деп алсақ болады. Ал екіншісінде де дәл сондай қуыршақ, кубик және топ. Бұл жиынды да ойыншықтар жиыны деп алуымызға болады. Яғни екі жақ элементтерінің саны да бірдей және олардың түрі де дәл сондай. Ал енді екінші суретке қарайық. Мұнда екінші суреттегі бірінші жиында 4 элемент бар, яғни қуыршақ, кубик, топ және көлік. Ал екінші жиында 3 элемент бар: қуыршақ, кубик, топ. Көлік жоқ, яғни бұл тең емес жиындар. Екінші тапсырма: жиындардың атауын дәптеріңе жаз. Әрбір жиын үшін тағы да бір элементтен ойластыр. Оларды жаз. Бұл жиындардың қайсында элементтердің саны тең? Мұнда балалар, бірінші суретте ұннан жасалған тағамдар екен, сондықтан да нан өнімдері немесе нан тағамдары деп ат қойсақ болады бұл жиынға. Ал екінші суретте балалар барлығы көкөністер, сондықтан да көкөністер жиыны деп атауымызға болады. Ал үшінші суретте барлығы сүттен жасалған тағамдар, сондықтан да сүт өнімдері деп атауымызға болады. Мінекей балалар, жиындардың атауын таптық. Ал енді әрбір жиын үшін тағы да бір элементтен ойластыр дейді. Бірінші жиынға нан тағамдарына бөлген нанды қосуымызға болады, Ал екінші көкөністер жиынына сәбізді қосуымызға болады. Ал үшінші сүт өнімдері жиынына ірімшікті қосуымызға болады. Бұл жиындардың қайсында элементтердің саны тең дейді. Ал енді балалар, әр жиындағы элементтер санын санап шығайық. Бірінші жиында нан тағамдар жиынында 5 элемент, екінші көкөністер жиынында 6 элемент, үшінші сүт өнімдері жиынында 5 элемент. Яғни балалар, нан тағамдары жиынының элементтері мен сүт өнімдері жиынының элементтер саны тең екен. Үшінші тапсырма: суретке қара. Сырым мен Әлияның қорабындағы және көк қораптағы заттар жиынын қалай атауға болады? Сырым мен Әлияның заттарын сана, салыстыр. Балалар, Сырымның қорабын текшелер жиыны деп атауымызға болады, Ал Әлияның қорабын топтар жиыны деп, ал анау көк қорапты ойыншықтар жиыны деп атауымызға болады. Сырым мен Әлияның заттарын сана, салыстыр дейді. Мұнда балалар, Сырымның қорабындағы текшелер саны 10 екен. Ал Әлияның қорабындағы топтар саны 8 екен.
демек 18-ден артық деп салыстырамыз. Төртінші тапсырма: әрбір жиынды қалай атауға болады? Әрбір жиынның элементтерін ата, олардың атауын дәптеріңе жаз. Олай болса, балалар, бірінші жиынның элементтерін атайық. Онда аю, қоян, мысық, ат. Ал екінші жиынның элементтері кітап, яғни оқулық, сызғыш, қарындаш, қалам және дәптер. Бірінші жиынды ойыншықтар жиыны деп атауымызға болады, ал екінші жиынды оқу құралдары жиыны деп атауымызға болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.